Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода қазақ әдебиетінен 3-ші тоқсанға арналған 2-ші БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: Қажымұқан шығармасының композициялық құрылымын жазыңыз. Оқиғаның басталуы: Мұқанның саудагер Иван Ногичке жалданып жұмыс жасауы. Оқиғаның дамуы: Масляковтың үйіне жалшылыққа тұруы. Оқиғаның шиеленісуі: Мұқанның ауыр жұмыстарды орындауы, төбедей болып шөп үйілген шананы қораға жаяу сүйреп кіруі. Оқиғаның шарықтау шегі: Иван Лебедевтің мектебінен дәріс алуы. Оқиғаның шешімі: Париж сахнасында өнерін көрсетіп, құрметке ие болуы. Келесі 2-ші тапсырма: Тортай досына кетерінде ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты: «Мен үшін де оқы, бәлкім, мен міне алмаған ақбозатқа сен мінерсің». Берілген сөйлем оқырманға қандай ой салады? Шығармаға сыни хабарлама жазыңыз. Тортайдың бұл сөзі оқырманға үлкен ой салады. Тортайдың бұл сөзінен оның ағалық қамқорлығын, алысты көрер ұшқырлығын және «мен жете алмасам да, ораш досым жетсінші» деген арман тілегін көре аламыз. Тортай жуас, тұйықтау, ата-анасынан ерте айырылған жетім бала. Ол тек орашпен ғана дос. Қой аузынан шөп алмас, момын бала. Тортай басқа балаларға қарағанда кітап оқуға өте құмар. Ол көп оқитын, көп нәрсені білетін бала. Шығармада Тортай өзінің жарқын болашағын армандайды. Тортайдың ақ бозатты арманы бар. Ол Алматыға барып, білім алып, жазушы болып, кітап жазу. Сол ақ бозатты арманына жете алмайтынын білген Тортай досына сүйікті кітабын сыйлап, «Мен үшін де оқы, бәлкім, мен міне алмаған ақ бозатқа сен мінерсің» дейді. Кейін Тортайдың арманы орындалады. Ораш жазушы болып, Тортай туралы әңгіме жазады. Тортай міне алмаған ақ бозатқа оның досы Ораш мінеді. Бұл шығармада Ораш пен Тортайдың достығы, олардың өмірі, білімге деген сүйіспеншіліктері және армандарына жетуі көрсетілген. Осымен БЖБ жұмысымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.